Ассалаумағалейкум, тек футбол арнасының сүйікті көрермендері. ТФ бүгін қайта жалғаспақ. 18-ші бөлімнің қаһарманы, өздеріңізге мәлім, Месут Өзіл. Лондондық Арсенал мен Германия ұлттық құрамасының бұрынғы ойыншысы жайлы толығырақ қозғауға тырысамыз. Ал сіз лайк басып арнаға тіркеліңіз. Біз бастаймыз. Бастамас бұрын достар, YouTube желісінде пайда болған кезекті қазақ тіліндегі футбол жаңалықтарын жеткізуші каналды ұсынамын. Футбол матчтарына болжау, трансферлік сыбыстар, өзге де аладоп төңірегіндегі кез келген ақпараттар футбол ақпараттарында. Тек футболдан келдім деп комментарияға жазып, арнаның дамуына атсалысып жіберейік достар. Кеттік. Месут Өзіл неміс футболының жақұты. Бойында түрік ұлтының қаны бар спортшы кәсіби мәнсабындағы биік шыңды талантының арқасында бағындырды. Сондай-ақ әкесінің көмегі де ұшан-теңіз болғандығын айта кетейік. Мұрагерінің ерекше қабілетін ол ерте жастан байқап қойған екен. Премьер-лигаға ауысқалы бері Месут голдық мүмкіндіктерді көптеп ұйымдастыра алуымен көзін көпшілікке дәлелдеген жан. Месут 1988 жылы түрік иммигранттарының отбасына дүниеге келді. Германияға атбасын бұрған ата-анасы Гельзенкирхенге табан тіреген болатын. Сол уақытта елде дағдарыс белең алып, мигранттардың 70% жұмыссыздықты бастан кешірді. Ауыр жұмыстың өтеуі тек құр тиын ғана еді. Өзілдің жанұясы жоқшылықта өмір сүріп, тіпті азық табудың өзі мұңға айналды. Месут сол кезеңдерде анасы екі бірдей жерде еден жуушы болып жұмыс істеуге тура келгендіктен, оны балалары мүлдем көрмейтіндей күйге ұшырағандығын еске алады. Отбасы мүшелері ескі көп қабатты үйде мекен еткен. Бала Месут бұл сұрықсыз баспананың сиқынан ұялып, мектеп кезінде автобус жүргізушісіне мүлдем басқа үйдің нөмірін беретін. Месут футболмен ерте балалық шақтан бастап айналыса бастады. Аулада бірге тұратын көршінің балдарымен азаннан кешке дейін доп қуалайтын. Ортақ кумирлері ретінде Зинедин Зиданды таңдап, ұлы футболшының техникасын қайталауға тырысатын. Ұлының көгалдағы ойынға деген махаббатын байқаған әкесі, ол 6 жасқа толғанда алдағы болашағына алғашқы баспалдақ болған спорт мектебіне әкеледі. Әкесі, яғни Мустафа Өзіл, ұлының бойындағы талантқа нық сенімді болған сонша, әр бапкердің кәсібилігіне күмәні туса болды, дереу оны басқа мектепке ауыстыратын. Осылайша Месут Вестфали 04, Тевтони Шальке Норд, Фальке сынды ұжымдарда доп теуіп, тек 2000 жылы ғана Ротвайс Эссен атты клубпен алғашқы келісімшарт жасайды. Кіл жастардан құралған қарапайым ғана команда сол уақыттары немістің 2-ші дивизионда көтерілуге мүмкіндік алды. Мұндағы жас түріктің жарқын ойынын футбол мамандары байқап қалып, ұсыныстарды жаудыра түскені бар. Дегенмен солардың арасынан тек Шальке 04 клубының өкілдері нық сенімді шартнама ұсынып, Өзілді өз қатарларына қосады. Кәсіби мәнсап осылайша басталып та кетті. Месут Өзіл 17 жасындағы Лига кубогінде кіл мықты ойыншылардан құралған Шалькенің негізгі құрамында ойнады. Жаңа ойыншы ұятқа қалдырмады. Линкольн лақабатымен танымал жартылай қорғаушы Кассио де Соуза Суаресті сенімді алмастыралды. Оның еңбекқорлығы сонша, қос маусымда 37 мәрте алаңға шыққан. Шальке басшылығы талантты спортшыны команданың жүрегіне балағанымен, жас ойыншы 2008 жылы келісімшартты ұзартуды қаламады. Жылына ұсынылған 1 миллион еуро жалақыдан бас тартып, өзін басқа ұжымда сынап көруді мақсат тұтады. Одан кейін бұл аяқ топшыға қызыққан алпауыт ұжымдар табылды. Тіпті лондондық Арсеналда оны қатарға қосқысы келді. Дәл осы кезеңдер жасөспірім үшін шешуші уақыттар болғандай. Оның алдында ұлттық құрама жейдесін кию үшін екі бірдей таңдау тұрды. Бірі тарихи отаны Түркия, екіншісі Германия. Ұзақ ойланып, неміс азаматтығын қабылдаған Месут өз отандастарының көңілін қалдырды. Ақыр соңында жартылай қорғаушымыз көп ұсыныстар арасынан Бремендік Вердерді мәнсабын жалғастыруға шешім қабылдайды. Келісімшартта көрсетілген сума 4,3 миллион еуро. Мұнда ол өзінің қарым-қабілетін толықтай көрсетті. Әсіресе 2-5 есебімен Бавариядан жеңілген матчпен Вердерден бір голға кездесуді кем аяқтаған Хоффенхаймға қарсы ойында жасындай жарқылдады. Месут Өзіл демде команданы көшбасшы атанды. Ал 2009 жыл бремендіктер үшін бақытты аяқталды. Чемпиондар лигасына жолдама алған Вердер ары қарай тек УЕФА кубогінде бақ сынап, Германия кубогын басынан асыра көтерді. Ал келесі маусым сәтті болды деп айтуға келмейді. Есесіне Өзіл алдағы әлем чемпионатында Германияның намысын қорғайтын 20 футболшының тізіміне, яғни құрамға енді. 2010 жылы Месут команда ауыстырады. Тамыз айының аяғында оны мадридтік Реал сатып алып, күзде тіпті командасы үшін алғашқы голын
да соққан екен. Сол маусымда Өзілдің командасы Испания кубогын жеңіп, спорттық аренадағы көшбасшылық позициясын мығымдай түсті. Кейінірек неміс жартылай қорғаушысы Реалдың чемпиондық атаққа қол жеткізу үшін орасан зор үлесін қосады. Одан бөлек оның қиынға соққан матчтардағы 2 рет соққан голы клубтың қос мәрте Испания суперкубогында топ жаруына себеп болды. Футбол биографиясындағы келесі серпіліс ағылшынның атаңызға айналған клубы Арсеналдың шақыруымен жалғасты. Месут ұжымға аз ақшаға келмеді. Бақандай 45 миллион еуроға бағаланып, сол жылдары көгалдағы ойындар тарихындағы ең қымбат трансферге баланды. Әйткенмен неміс футболшысы өзіне артқан сенімді алғашқы маусымнан-ақ ақтады деп айта алмаймыз. Командасы Англия кубогын бағындырғанымен Месут нәтижелігімен көзге түспеді. Келер жылы аяқтаушы Ливерпуль қақпасына жеңісті гол соғып, командасына кезекті ағылшын кубогын алып берді. Осының алдында ғана Өзіл жарақатына байланысты ұзақ уақыт бойы алаңға шықпаған еді. Деймде қысқа уақыт аралығында үздік қалпына қайта оралды. Бұл кезекті маусымда чемпиондық атағы бар Челсиді тізерлетіп, Англия суперкубогын жұлып алуға септігін тигізді. 2016 жылдың соңында түркі тектес футболшы жалпы Премьер лиганың және Арсенал ойыншыларының арасындағы үздік ассистент атанды. Месут Өзіл Германия құрамасы сапында біршама ойын өткізді. 2010 жылғы әлем чемпионатындағы футболшының ерен еңбегі алтын доп бәсекесіндегі номинацияға ұсынылды. 2012 жылғы Еуропа чемпионатында командасының 3-ші орын алуына араға 2 жыл салып, Бразилиядағы доп додасында чемпион атануына қолдан келгенін барлығын жасады. Ал 2016 жылғы Еуропа чемпионатында құрамасы ештеңеге қол жеткізбесе де, қалың жанкүйерлер оны кездесулердің бірінде үздік болды деп топшылады. Неміс ойыншысының жеке өмірінде біршама арулардың есімі болды. Алғашында баспасөз беттерінде әнші Сара Коннордың сіңілісі сәнгер Анна Мария Лагербломмен оның ұзаққа созылған романы жырланды. Бұл бекеш тіпті сүйіктісі үшін ислам дінін қабылдап, ашық-шашық суретке түсетін қызметінде құрбан еткен екен. Дегенмен ақыры жұбайы атанбады. Одан соң германиялық вокал шебері Мэнди Грейс Капристомен махаббат шырғалаңына түсіп, артынша Клаудио Галанти, Аида Еспика секілді топ сәнбикелермен көңіл қосқаны тағы бар. 2017 жылдың соңында Месуттың 2014 жылғы Түркия аруы атанған модель, әрі актриса Амина Гүлшемен жаңа роман бастағаны белгілі болды. Тіпті футболшы ақыры ешшейіп, бойдақтық өмірмен қоштасуға бел байлады деген қауесеттерде шыға бастады. Бірақ бұл жұп әзірге үйленуге асықпайтын сықылды. Футболшының бойы 183 сантиметр, салмағы 76 келі. Оны көпшілік салқын қанды, қарапайым, сөзіне нық берік азамат ретінде таниды. Месут діншіл адам, жасыл алаңға шықпастан бұрын әуелі Құдайға сыйынып алады. Сенімі ислам діні. Сунниттік көзқарасты ұстанған, Құран оқиды және 5 уақыт намазға жығылған мұсылман. 2016 жылы Меккеге сапар шегіп, қажылық парызын өтеп келген болатын. Ал футболдық қызығушылықтарына тоқталар болсақ, Өзіл өзінің сүйікті клубтары қандай дегенге немістің Шалькесі, каталондық Барселона және түркиялық Фенербахчені жауап ретінде қалдырғаны бар. Футболдан бөлек, жүзу мен пинг-понгты жанына серік етіп, ән айту мен хип-хоп орындауды шебер меңгерген жан ретінде қалыптасқан. 2017 жылдың соңында Өзіл өз жанкүйерлерін және футбол төңірегіндегілерді таңғалдырды. Нақтырақ айтсақ, ол Арсеналмен арадағы келісімшартты егер олар өзіне аптасына 395 мың еуро төлеуге келіссе ғана ұзартатындығын хабарлайды. Әлбетте, бұл сума клубты былай қойғанда Премьер лига үшін ғарыштық деңгейдегі көрсеткіш. Осыдан кейін Месутты көпшілік даңдайсыды, тойынды деп айыптай бастайды. Дегенмен 2018 жылдың басында Өзіл Арсеналда қалады деген ақпарат әлемді шарлады. Келісімшарт 3 жылға созылып, футболшыға 7 күн үшін 340 мың еуро төленетін болып шешілді. Осылайша Месут Өзіл лондондық клуб сапындағы ең табысты ойыншыға айналды. Міне құрметті жанкүйерлер, Месут Өзіл жайындағы шығарылымның соңына да келіп жеттік. Әйгілі неміс футболшысы жайында ақпараттарды жеткілікті айттық деген ойдамыз. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Қоңырау түймешесін басып, арнадағы су жаңа видеоларды бірінші болып көруге тырысыңыз. Достарға бөлісіп, пікірге келесте қай ойыншы жайында білгіңіз келетіндігін жаза кетуді ұмытпайық. Мен Есбол Қарағұлов, келесі кездескенше.